ата-аналар бастарын ұстайды да, Құдай-ай, бізде ондай жағдай жоқ дейді. Жасамайым дейді, жылайды, ұйықтап қалады, отырмайым дейді. Қазақта депрессияға күрделі деп қарамаймыз. Баланы қорқыта бастайды. Проблеманың барлығы балада емес. Проблеманың барлығы ата-анасында. Бала босқа жаман оқымайды, ол себеп болады. Армысыздар, қадірлі көрермендер. Бүгін міне мұғалімдер бөлмесі сіздер үшін өте ерекше тақырып болмақ. Оқушылар психологиясы, оқушы мен мұғалім арасындағы мәселе ол қашанда өзекті. Сондықтан бүгінгі эфирімізге арнайы психоаналитик, психолог маманды шақырып отырмыз. Зубайда Кененбаева, қош келдіңіз. Бүгін мұғалімдерді толғандыратын барлық психология саласына қатысты сұрақтарға жауап бермей кетпейсіз деген ойдамыз. Қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымыз әрине қашықтықтан оқу жағдайына тікелей байланысты болып отыр. Осы жағдайда оқушылардың психологиялық жағдайын дұрыс сақтау үшін қандай амалдар, шаралар қолданылу керек деп есептейсіз? Негізінде бұл сұрақ өте күрделі сұрақ, өйткені қазіргі мен айтатын заттардың көбісін ата-аналар бастарын ұстайды да, Құдай-ай, бізде ондай жағдай жоқ дейді. Біріншіден, әр баланың өзінің орны болу керек. Үйде қанша бала бар, ол өзінің орны болу керек. Және де ол сабаққа отырған кезде ешқандай заттар, ешқандай дыбыс кедергі жасамау керек. Бала онлайн сабаққа отырған кезде ол планшет болсын, компьютер болсын, жаңағы смартфоны болсын, қойып отырған кезде ол сол оқуға, сол сыныптың ішіне еніп кеткендей сезіну керек та, басқа ешқандай зат кедергі жасамау керек. Бұл негізінде қиын жағдай, әсіресе үйде 2, 3, 4, 5 бала оқитын болса. Бір бөлмеде тұратындар да бар. Өйткені барлығы көбінесе бір бөлмеде, бір жаңағы үстелдің басында отырып та оқитындар бар. Сондықтан да бұл өте қиын күрделі жағдай, бірақ соған сәл де болса жақындату керек та. Бала оқуға отырған кезде ол сол сыныпта отырғандай сезінетіндей, басқа ешқандай зат кедергі жасамау керек. Оның үстіне әке, шеше, ата-аналары балаға режим дейміз, ереже ретінде барлығы сол болу керек. Бұған жаңағы ұйықтайтын уақытта, тұратын уақытта, сабақтың уақыты, тамақ ішетін уақыт барлығы сәйкес келіп отыру керек. Оны жасауда өте қиын. Өйткені бір баланың оқуы басталып жатады, екіншісінің оқуы бітіп жатады. Бірақ тағы да айтатын жағдай қаншалықты қиын болғанмен, бұны сол сапаға жеткізуге ұмтылу керек те ата-ана. Бұл жерде тағы бір жағдай, ол үзілістері. Өйткені сабақ арасында үзіліс болу керек, міндетті түрде бала кішкене болса да дем алу керек. Ол үзілістері қазір мен қарап отырған кезде 3-5 минут қана жасайды. Негізінде үзіліс ол бір 10 минуттай болғаны жақсы. Өйткені бала тұрып бойын жазып кішкене, және де жаңағы кітаптарын ауыстырып дайындау керек та. Оның үстіне сәл де болса қозғалу керек, қимылдау керек. Бұл да өте қиын жағдай, өйткені тағы да үйде бірнеше сыныпта оқитын, бірнеше бала болатын болса, мектепте оқитын, біреу оқып отырған кезде екіншісі қозғалып отыр. Сондықтан да бұл жерде өте қиын жағдай, бұл күрделі жағдай ата-анаға, өйткені сол жағдайдың бәрін ата-ана жасау керек. Егерде сіздің сабағыңыз болып жатып, менің сабағым біткен кезде мен тұрып, сізге кедергі жасамай, басқа бөлме болсын, мейлі басқа жаққа болсын, өтіп кішкене болса да бойымды жазуым керек та. Содан кейін қайтып келіп қайтадан отыруым керек. Әрине, өйткені негізінде мына компьютердің алдында ұзақ отыруға болмайды дейміз. Біріншіден, ол бала қалай отыр, өйткені мектепте отырған балаға ол дұрыс отырмаса, жаңағы
мұғалімдер ескерту жасайды. Мынау дұрыс отырмасын, былай отыр дегендей да. Сондықтан да о жерде бала бойын жазып дұрыс отырады, ал үйдегі отырған кезде оған ешкім айтпайды. Кейбір балалар дұрыс отырады, кейбіреулер үстелде жатады, кейбіреулер тіпті болмаса жаңағы қалай болса солай отырады. Ол баланың денсаулығына, ол баланың омыртқасына кедергі жасап, физиологиялық жағына ауруға әкеп ұруы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде жаңағы үзілістер міндетті түрде болу керек. Енді қазір мен мысалы айтып отырмын, мұғалімдер мүмкін менімен келіседі, бірақ ата-аналар қазір менімен ұрыса бастайды. Өйткені не айтып отырсың дегендей. Бұндай жағдайды жасау үшін бір үлкен адам үйде болу керек. Бақылап, қадағалап, жаңағы бұл жерде дистанционный жұмыс жасап отырған үйдегі үлкен адам бұны қадағалай алмайды, өйткені оның жұмысы бар. Иә. Сондықтан да бұл жерде бір кәдімгідей бір бос адам отыру керек та, бадал қадағалап. Ондай мүмкіндік бізде жоқ. Сондықтан да бұл жерде өте күрделі жағдайымыз, ол ереженің барлығын толық қамтамасыз етіп, толық орындау. Бала қаншалықты орындайды. Негізінде мына онлайн сабақтарды алатын болсақ, ең қиыны ол бірінші, екінші сыныптың балалары өте қиын. Және де бұл жерде мына 7-8 сыныптың балалары. Өйткені оларды өтпелі кезең, оларды қызықтыру керек. Қызық болса ғана олар отырады. Әйтпесе көбінесе жаңа қосып қойып, өздері басқа жаққа кетіп қалып, жоқ болмаса басқа затпен жаңағы өздері айналасып отыра беретіндер де болады. Неге бірінші, екінші сыныпқа қиын? Өйткені бірінші, екінші сыныптың балалары, әсіресе бірінші сыныптың, олар мектепке әлі бейімделген жоқ. Олар мектеп дегенін әлі түсінген де жоқ. Олар қалай отыру керек екенін, ол сабақ екенін, бұл міндетті түрде жасалатын екенін әлі түсінген жоқ, ұғынған жоқ. Үйде ол мектеп емес. Олар мысалы бірінші сыныпқа барам деген кезде, дайындалған кезде мектепке барам, үлкен боламын, өзімнің жаңағы портфелім болады, формам болады, достарым болады деп олар күтті. Оның біреуі де болған жоқ. Бұларды бір алдап соққандай болып отыр. Және де бала үйде отырып, ол ойын баласы үйде отырып, ол өзінің мектепте екенін сезінбейді. Бұл сабақ екенін қатты сезінбейді. Сондықтан да олар үйдегі үлкендерге еркелейді, жасамайым дейді, жылайды, ұйықтап қалады, отырмайым дейді. Кейбірде не үшін отырғанын да түсінбейтін балалар болады. Сондықтан да ең қиыны осы жаңағы бірінші, екінші класс және 7-8 класс. 9 класстың, 10-11 класстың сыныптағы жаңағы балалар, олар да жасөспірім, бірақ олар ертеңгі күні колледжға түсем, жаңағы жоғары оқу орнына түсем, маған бұл керек деген ұғым бар. Сондықтан да олар өздерін жаңағы отырғыза алады, ертеңгі күнін ойлап. Ал 7-8 сынып әлі уақыт көп. Оны не қылам? Ой, ол әлі қай заман, білмейм қайда баратым дегенде, уақыты келген кезде оқып алам, бәрін біліп алам дейді. Содан кейін олар көп отырмайды. Зүбайда ханым, қараңызшы, енді қазір қоғамда қиын бала деген түсінік бар. Енді осы қиын бала деген кім, және ол баламен қалай жұмыс жасау керек? Негізінде қиын бала деген ұғымды оны педагогтар енгізді, психологтарда қиын бала деген жоқ. Бізде ол баланың проблемасы бар. Оны ешкім естімейді, оны ешкім түсінбейді. Сондықтан да ол бала өзінің менменділігін, шекарасын, өзінің талап қойған заттарын бәрін орындату үшін ол бала жаңағы қарсы шыға бастайды. Сондықтан да ол бала қарсы шығып отырғаннан кейін, ол баламен жұмыс істеу жоқ болмаса, ол баланы түсіну қиын болады да. Сондықтан да ол қиын бала емес, ол баланы түсіну, ол балаға көңіл бөлу қиын үлкендерге. Сондықтан да қиналады үлкендер. Көп уақытты қажет етеді. Көп уақытты қажет еткен кезде, ол қиын балалар өздерінің мінездерін көрсетіп жатқан кезде, ол
өзінің бір шекарасына, өзінің болмайтынына уже жетіп содан асты. Оған дейін ол көнді, оған дейін жасады, бірақ ол күтті, мені түсінеді, мені тыңдайды дегендей, мені уақыт бөледі маған дегендей. Ол оның бәрін күтті, оның бәрін алған жоқ. Содан кейін бұл жерде жаңағы бунтарство дейміз ғой, бұл жаңа өзінің мінезін көрсетіп жатыр. Менің өзіме психолог ретінде қиын балалар ұнайды. Неге? Өйткені ол ашу ызасын көрсетіп жатыр да. Шынайы көрсетіп жатыр, сондықтан да онымен сөйлесіп жұмыс істеуге болады. Бұл жерде іштей тыңған бала қиын. Өйткені ол көрсетпейді, ол үндемейді. Айтқанын бәрін жасап отыратын сияқты да, бірақ ол бір қиын жағдайға душар болып өзі шыдамай ауруға жоқ болмаса суицидқа барған кезде біз үлгермей қаламыз ештеңе жасауға. Сондықтан да негізінде жаңа қиын бала деп айтып жатқан кезде мен ойлаймын, неге ол қиын бала? Негізінде маған ұнайды олар. Негізінде олар жақсы балалар да, ашық, олар көрсетіп жатыр. Мен қиналып тұрмын, маған мынау ұнамай жатыр дегенде белгі беріп көрсетіп жатыр. Сондықтан да ол балалармен жұмыс істегенде өте қызықты және жұмыс істеген өте жеңіл болады. Өте жақсы. Енді қараңызшы, қазір мысалы YouTube желілерінен оқушылардың, ұстаздарын жаңағы түрлі бір қызық бейнелерін жариялап жатқан видеоларын көруге болады. Ол жерде жаңағыдай мазақ қылып жатқан деген сияқты. Енді дәл осы жерде мүмкін оқушы мен мұғалімнің арасында дұрыс қарым-қатынас қалыптаспағандықтан осындай дүниелер тарап жатыр ма, қалай ойлайсыз? Әсіресе ол жасөспірім балалар болады. Жасөспірім балалар еш уақытта ешкімді кешірмейді қателік үшін. Өздерін де, үлкендерді де. Әсіресе үлкендерді, өйткені біз оларға талап қоямыз. Мынаны сен жасауың керексің деп. Сол талапқа біз өзіміз де сәйкес келуіміз керек. Егер де балаға сен сабақ оқу керексің, онлайн сабаққа қатысуың керексің, сен дайындалу керексің, ол қазір күрделеніп бара жатыр оқу деген, соның бәрін талап қойып отыратын болсақ, онда ол сабаққа мұғалім де жақсы дайындалу керек те, ешқандай қателікті жібермеу керек. Қойған талабына сай болу. Өзінің қойып отырған талабына өзі сай болу керек. Бірақ тағы бір бұл жерде айтып кететін жағдай, егер мені өзімнің студенттерім жаңағы мынандай бір скетч дейді, сонда қойып бір менің мінездер или қылықтарымды көрсетіп жаңағы күліп жатқан кезде мен олармен бірге күлем. Неге? Өйткені олар менің сабағымды ғана тыңдап отырған жоқ, олар маған да көңіл бөліп отыр. Менің әрбір затымды байқап отыр. Сондықтан да бұл жерде олармен бірге мен күліп аламын да, содан кейін айтамын, мен көрдіңдер ғой, осындай жасалды, сендер осы байқандар, бұндайды жасамаңдар деймін. Мұның сендерге мысал. Жоқ болмаса көріп отырсыңдар ғой, мынандай жасаған кезде менің көңілім бұзылып жатыр, мен қазір ашуланып жатырмын. Сендер оны түсіндіңдер ғой. Сонда келесіде мен өйстіп жасап жатқан кезде сендерге белгі. Мен ашуланып жатырмын дегенде да, сөйтіп өзімді мысал келтіріп айтып жіберем. Сондықтан да ондай жерге олар оны түсіріп алып жоқ көрсетіп жатқанын өзінде де олар мені кішкене сый құрметпен сондай көзбен қарайды да. Оның үстіне мен күліп отырғаннан кейін олар да оған көп жаңағы бүйтіп зейіндерін қойып соны қадағалап қайта сараптап отырмайды да. Ол бір көрсетілді, сонымен жабылды, сонымен қойылды. Сондықтан да бұл жерде екі жағдай. Біріншіден мұғалім өзін дайындай білу керек. Өзі қойып отырған талаптарға өзі сай болу керек. Содан кейін барып, жаңағы балалармен бірге өзінің бір ақыллары кетіп жатса, соған балалармен бірге жаңағы күле білу керек та. Бұл ойын, бұл әзіл дегенде қабылдау керек. Өте жақсы. Көптеген мұғалімдер өздеріне түртіп қояды деген ойдамыз. Десек те, қазір оқушылардың арасында суицид деген мәселе, біз енді оны жоққа шығара алмаймыз. Бірақ осы суицидке қандай жағдайлар көбінесе алып келеді, және біз оның алдын ала аламыз ба? Суицидті негізінде өте күрделі зат, өте көп жағдайлар алып келеді.
Оның бәрін айтып отырып, оның барлығын білмеймін, бұл бағдарламада сараптап көреміз бе жоқ па, мүмкін оның барлығын психологтардың өздері білу керек, бірақ мұғалімдерге және ата-анаға, достарға, қоршаған ортаға. Егер де баланың мінезі өзгеріп жатса, әйтеуір бір бала көбінесе бір о дүниені, өлім дегенді көбірек айтатын болса, онда құлақты түру керек. Одан кейін бұл жерде ол балаға көбірек көңіл аудару керек те, бірақ негізінде жаңағы маманға жүгіну керек. Өйткені оны жаңағы көңіл аударып отырып, ол баланы ол суицидқа жібермеуі де мүмкін, бірақ ол балада депрессия болып отыратын болса, оған жай ғана көңіл бөліп, оны суицидтан аман алып қалу өте қиын және болмайды. Бұл жерде маман болу керек. Қазір депрессияда жүрген адамдар өте көп. Бізде қазақта депрессияға онша бір күрделі деп қарамаймыз. Онда тұрған не бар? Көңіліңді көтер, кітап оқы, жақсы көретін затыңды жаса, барып қыдырып кел деген ғана әңгіме болады. Депрессия негізінде омен тоқталмайды. Ол стресс болса ғана тоқталады, а депрессия омен тоқталмайды. Депрессия ол ауру. Сондықтан да бізде қазір біздің қоғамда өте көп депрессияда жүрген адамдар бар. Оны байқамайды. Мысалы, жаңа туған нәрестенің анасы депрессияда болса, міндетті түрде балада депрессияға ұшырайды деген сөз. Өйткені емізіп отырып, ол баланы әлдилеп отырып, ол баламен қарым-қатынас құрып отырып, қолына алып отырып, ұйықтатады, емізеді, әлдилейді, сөйлеседі, оның барлығын жасап отырған кезде, анасы депрессияда болса, ол сол депрессиясын балаға береді. Энергетикасы беріледі дейсіз ғой. Бала көріп өседі. Сондықтан да анасы қабағын шытып, көңілі бұзылып жүрген кезде сол қалыпты сондай болу керек дегендей қабылдайды да, бала тура сондай болады. Сондықтан да бұл жерде тек қана жаңағы бала депрессияға ұшыраусын бір заттар болу керек, или бір өмірде қиындық болу керек емес. Бұл ата-ананың депрессиясына байланысты. Оның үстіне бұл жерде жаңа суицидті айтып отырмыз. Суицидті неге тоқтату өте қиын? Өйткені бірінші жаңа депрессия деп отырмыз. Екінші суицидқа алып келетін жағдай ол қоғам және отбасы. Егерде отбасында кекілжің көп болатын болса, оны біз тоқтатамаймыз. Сондықтан да бұл жерде суицидті тоқтату үшін баламен ғана емес, отбасымен жұмыс істеу керек. Отбасы психологқа бара ма, бармай ма? Өйткені отбасына мұғалім жоқ болмаса, мектеп психологы келіп, жаңағы соцработниктарға келіп, сендер бұлай жасауларың дұрыс емес, сендердің балалардың осындай күйзелісте жүр десе, оны тыңдамайды. Менің семьяма кірме дейді. Сондықтан да бізде мына маманның көмегіне жүгіну, ол кәдімгідей кішкене біздің қоғамда ол қабылдану керек те, ол болу керек. Сондықтан бұл жерде жаңағы суицид деп отырмыз. Суицидті егерде баланың мінезі өзгеріп жатса, онда құлақтарын түре жүру керек. Қоршаған ортасы. Мұғалім болсын, достары болсын, туған туысқаны болсын. Әңгімесіне зер салып, кіммен араласып жатыр, қайда жүр деген мәселелердің барлығын. Қазір одан кейін мына кішкене 9-10 жастан қазір басталып жатыр. 10-11 жастағы балалар әлі психикасы қатпаған, олар интернетқа кіріп отырып, ойынға, сондай бір топтарға кіріп кетуі мүмкін. Содан кейін жас өспірімнің өзінің жасына қарай психологиялық ерекшелігі бар. Олар қоршаған ортаға кіргісі келеді, енгісі келеді. Қоршаған орта мені қабылдаса екен дейді.
Сондықтан да бұлар өздеріне сай келетін қоршаған орта іздейді. Сонда ана интернетке кірген кезде, сондай топтарға кірген кезде, ой, сен мынандайың дұрыс екен, андай мындай деп бір шәл ғана жылы сөз айтып, біз мынандай кереметпіз деп айтқан кезде, сол ортаға енгісі келеді де, содан кейін барып ол жаңағы ортада, сол интернетте не айтып, қандай тапсырма берсе, сол ортаға ену үшін, сол орта мені қабылдау үшін дегендей, сол заттарды олар жасайды. Сондықтан да бұл жерде қазір әсіресе онлайн сабақтарымыз көбейіп бара жатқан кезде ата-ана бала қай сайтта отыр, не көріп отырды білу керек. Содан кейін бұл жерде үзілді кесілді жауып тастап сен оған кіруге болмайды деген сөз емес. Бұл жерде ата-ана отырып неге болмайтынын түсіндіру керек. Егерде ол сайттарға бала кіріп отырса, ондайды ата-ана байқайтын болса, онда ата-ана ойлану керек. Баланың қоршаған ортасы дұрыс болмай жатыр, жоқ болмаса өзіне керек қоршаған ортаға бала енемей жатыр. Онда балаға көмектесу керек. Сондықтан да бұл жерде бала қай сайтқа кіріп отыр, не көріп отыр, теледидардан не көріп отыр, соның барлығын ата-ана бақылау керек, және баламен отырып оны түсіндіру керек. Болмайды, көрмейсің деп жауып тастау емес бұл жерде. Бұл жерде ата-ана отырып, бірге көріп, неге көруге болмайтын, бұның қай жағы жақсы, қай жағы жаман, соны түсіндіре білу керек. Өте жақсы айтып өттіңіз. Енді барлық ата-анамыз шынымен де солай жасаса игі іс қой, бірақ дегенмен ол кісілердің де азаннан кешке дейін жұмыста болатынды ескереміз. Бірақ бізде офлайн кезінде де болды, қазір онлайн кезінде ол тіпті болып жатыр, я. Көп ата-аналар баланың тәрбиесін көп жағдайда мектепке, мұғалімге жүктеп қойып жатады. Бұған не дейсіз? Жалпы қалай болу керек? Кім үлкен жауапкершілікті кімге жүктелу керек? Біріншіден тәрбие ол үйден басталады, және жаңағы көп мысалы бізде әңгімелер бар, құрсақтағы баладан басталады дейді. Ата-ана соған дайын болу керек. Содан кейін барып, қазір көпнесе жастардан да естіп жатырмын, үлкендер де оны қостап айтып отырады. Кішкентай балаға, нәресте балаға, ой, ол ештеңке түсінбейді. Неге сонша сөйтесіңдер? Неге, ой, онымен кім сөйлесіп, кім түсініп жатыр сені сөйлесіп жатқанды? Деген әңгімелер көп айтылады. Негізінде тәрбие жаңағы бұл жерде баланы түсіну құрсақтан басталады, және нәрестеден басталады. Бұл жерде бір айтып кететін тағы да жағдай бар. Кейбір зерттеулерде, кейбір жаңағы психологиялық бағыттамаларда айтылады. Жаңа туған баланы, нәресте міне осы дүниеге шыр етіп келген кезде, ол баланың психикасын 0 деп алатын болсақ, баланың 5 жасқа дейін ары қарай жаңағы плюс-минус дейміз ғой, 7 жасқа дейін. Негізінде көбінесе 5 жасқа дейміз. 5 жасқа дейін баланың 75% психикасы қалыптасады. Әсіресе мынау қабылдау процестерінің барлығы. Бұл жерде зейін, есте сақтау, барлық сол нелердің барлығы таным процестері дейміз. Таным процестері бәрі сол кезде қалыптасады. Енді қараңызшы, бала бәрі 75% қалыптасып, содан кейін мектепке барады. Сонда 75% ата-ана қалыптастырып отыр ғой. Үйдегі сол ата-ана қалыптастырып отыр. Сондықтан да бұл жерде көбінесе баланың тәрбиесіне, бала қандай болып шыққанына үйдегі атмосфера байланысты. Енді әрине сіздің айтып отырған сөзіңіз, шынымен мен де ондайды естимін, мектепте. Мысалы, осыдан бәленбай жыл бұрын өтіп кетті. Жаз емес, сентябрь, октябрьде мен жаңағы келе жатыр, менің алдымда әкесімен жаңағы баласы келе жатыр. Бала бірінші сыныпқа барған бала болу керек. Сөйтсе бала енді шаршады ма екен, бірдеңке сұрады ма екен, жаңағы баласына, әкесіне бала жаңағы қыңқылдап келе жатыр да, бірдеңке сұрап келе жатыр екен. Әйтеуір бірдеңкені қыңқылдап айтып келе жатыр. Сөйтсе әкесі айтады: маған мінезіңді көрсетпе.
Мектепке барып еркелейсің, маған еркелемейсің дейді. Сонда артында келе жатып, мен ана сөзді естіген кезде мен ойлаймын, мені сол бала өскен кезде менің клиентім болады. Өйткені бұл жерде негізінде мына әр адамның функционалдық өзінің жауапкершілігі болу керек та. Соған сәйкес келмей жатыр. Өйткені үйдегі апаның орны, атаның орны бөлек, әке шешенің орны бөлек, мұғалімнің орны бөлек. Әр қайсының өзінің функционалдық орны бар. Өзінің сол балаға беретін жауапкершілігі, сол балаға беретін өзінің жаңағы іс-әрекеттер бәрі бар. Оны араластырып, оны шатыстыруға болмайды. Мұғалімнің міндеті тәрбиелеу кіреді. Бірақ ол қоғамдық тәрбиелеу. Бірақ басты мұғалімнің міндеті ол баланы оқыту. Оқыту арқылы баланы тәрбиелеу. Қоғамдық талапқа, қоғамдық жаңағы біздің өзіміздің жаңағы қойып отырған міндеттеріміз бар. Соның барлығын балаға түсіндіріп, соған тәрбиелеу. Бірақ бірінші үйде ғой тәрбиенің бәрі. Жақсы көру, жаман көру, дұрыс емес, болады, болмайдыны үйде тәрбиелейді. Сондықтан да бұның барлығы негізінде мектепке байланысты емес. Бұның барлығы үйге байланысты. Жаңағы осы сұрағыңызбен алғашқы сұрағыңызды байластырып кетейін екеуін. Жаңа суицидпен осы мектеп тәрбиелейді дегенді. Мысалы, суицид болған кезде мектеп психологтарына көмектесеміз. Ондай жаңағы проекттар да бар, орталықтар да бар, жаңа супервизия дейміз, біз көмектесеміз. Сондықтан да мен ондай заттарды көп көремін, көп естимін. Бала өзіне қол жұмсады. Үйде қол жұмсады. Бірақ кінәнің барлығын мектепке артады. Мысалы, жаңағы бір ауылда бірінен кейін бірі, бір-екі айдың ішінде екі бала өзіне қол жұмсапты. Бір сыныптан. Класс жетекшісін жұмыстан шығарған, психологты жұмыстан шығарған, завучқа жаңағы выговор берген, директорға выговор берген. Сөгіс жайрылып, кәдімгідей, да? Ау, қазір онлайн ғой? Олар баланы тек қана онлайн сабақта ғана көреді ғой. Және телефонмен мүмкін хабарласып сөйлесетін шығар. Бала үйде отыр ғой. Сонда кінә қай жақтан? Мен қазір әке шешені кінәлағым келмейді, өйткені олар шынымен баладан айырылып қайғырып отыр. Бірақ оған жетпеу үшін әке шеше алдынан алып, баламен сөйлесіп, балаға көңіл бөліп, баланы алдын ала тәрбиелеп, не болып жатқанын түсініп отыру керек қой. Сондықтан да мен қазір айтып отырған кезде, бұл жерде тек қана мектепті кінәлай бермеуге емес, тек қана жаңағы психологты кінәлай бермеу керек. Бұл жерде барлығы бірге жұмыс жасау керек. Сондықтан да тәрбие болсын, жаңағыдай суицид болсын, егерде әке шешеге келіп, жоқмаса шақырып, хабарласып отырып, мынаған көңіл аударыңыз, мынандай заттар үйде болып жатыр екен, бұны жаңағы қарасаңыздаршы, бұлай болмайды ғой деп айтып отырған кезде әке шеше құлақ түру керек. Менің кішкентай кезімде, бала кезімде бізге бірдеңке жасасақ рахмет айтады ғой. Сонда үлкен кісілер айтатын, мұғалім бол қарағым деп. Бұл керемет мақтау болатын бізге. Қазір мұғалім бол деп ешкім айтпайды. Бірақ сол менің кезімде, кішкентай бала кезімізде біздің әке шешеміз мұғалімнен ұят болады, ертеңгі күні ол кісі мені шақырса қай бетімен қараймын. Әке шешемізге мұғалім жаңағы сөгіс айтып, жиналыста ескертіп жасап сөйтіп жататын болса, жерге кіріп кетуге дейін барып, ол мұғалімге қарсы шығу қайда? Ойпырмай, маған ана мұғалім сөйтіп айтты ғой деп бұлар күйзеліске ұшырап жататын. Қазір олай емес.
Негізінде мұғалім айтып отыратын болса, егерде жоқ болса жаңағы мектеп психологы, егерде біздің баламыз қадірлі, қастерлі, соның болашағын ойлайтын болсақ, біз құлақ асуымыз керек. Өте дұрыс айтып өттіңіз. Қазір көріп отырған ата-аналар болса, осы сәттен бастап солай жасайды деген ойдамыз енді. Қазір мектеп жүйесінде ұбт деген нәрсе бар, онымен таныссыз деген ойдамыз. Бірақ әрбір түлек үшін ұбт бұл үлкен бір белес, ол белестен аттау керек екенін біледі, бірақ бойларында қорқыныш бар. Осы қорқынышпен қалай күрескен дұрыс? Бұл жерде мұғалімнің әрекеті қандай болу керек? Балаға кім көмектесу керек? Психологиялық тұрғыда. Психологиялық тұрғыда негізінде мектеп психологтары ұбт-ның алдында ұбт-ға дайындау деген өздері тренингтері бар, оны өткізеді. ұбт дегеніміз ол біздің бұрынғы жаңағы мемлекеттік экзаменіміз. Форматы ғана өзгерген. Форматы ғана өзгерген, да? Неге қазір балалар ұбт-дан қорқады? Өйткені жан жақтағы үлкендердің барлығы баланы қорқыта бастайды. Өйткені ұбт-ны көтеріп жібергенде, сол қалай тапсырды, жаңағы мектеп сомен есептеледі, сомен бағаланады дейді. Мұғалім сомен бағаланады, сөйтеді, бүйтеді дейді. Негізі дұрыс емес қой. Оның үстіне егерде жаман бал алып қалатын болсан, үйге қайтып келме деп үйдегілерден. Ертең оқуға түспейсің, жүресің сандалып деген әңгімелер де болады. Содан қазір мен қарап отырсам, бұрын бізде енді 10 жылдық, қазір 11 жылдық, 11-ші сыныпта балалар дайындалу керек та. Қазір 9-шы сыныптан дайындала бастайды. Жаңағы курсқа барады, репетитор жалдайды. Баланың шыны керек үрейі үдейіп кетті. Өйткені жан жақтағы үлкендердің барлығының үрейі үдейіп жатыр, оны балаға беріп жатыр. Баланың өзінің қорқынышы бар, және де бұл жерде мұғалімнің де үрейі бұл жерге қосылды, психологтың да үрейі қосылды, директор, завуч, бүкіл мектептің, содан кейін барып әке шешенің, сол барлығы қосылды да. Сондықтан да бала әрине барлық үрейді жиналады да, одан сайын қорқады. Негізінде ол бір өтетін баланың бересі. Тағы бір берестен өтеді. Өтпесе жарайды, онда дайындалады, келесі жылы өтеді дегендей, сондай ұғым болу керек. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын бір баланы алып келді анасы. Соны сөйлесіп отырмыз ғой, неге? Ол баланың шынымен жаңағы үрей үдеген кезде, үрей емес, панический атакаға кеткен. Қорқады бала. Бала қорыққан кезде ол дірілдеп, жаңағы есінен танып қалады, ештеңе түсінбейді, ештеңе көрмейді. Қай жерде үрей келді, сол жерде қалтырап, сол жерде тұрып қалады. Жолдың ортасы болса, жолдың ортасы. Машинелер сигнал беріп жатқан кезде бала қозғаламай қалады. Есінен танып қалады тура, да? Соған дейін баланы жеткізген. Сонымен жаңағы шешесімен сөйлесіп отырмыз, анасы екеуміз ғана отырмыз, баланы шығарып сөйлесіп отырған кезде анасы айтады, бұл негізінде жақсы оқитын бала, бұл өткенде жаңағы алдын ала бір пробныйлар жасайды, сондайда жасаған кезде бұл төмен бал алып қалған. Содан кейін әрине біз ұрыстық, андайда мындайда, мен сонда анасынан сұрадым, сізге кім керек? Ертеңгі күні мейлі профессор болсын, Қазақстанның бір шетін тіреп тұрсын. Бірақ өлердей ауру, өмірі аз, бір 30-35 жасқа дейін өмір сүретін бала керек па? Ешқандай бақыты жоқ. Жоқ болмаса, денсаулығы керемет, бақытты өмір сүретін, мейлі жүргізуші болсын, мейлі ауланы сыпыратын адам болсын, бірақ бақытты, денсаулығы мықты бала керек па? Сізге кім керек өзі? Сонда ғана анасы жаңағыда ойланып, сонда ғана анасы кішкене өзінің іс-әрекетіне көзін жүгіртіп, сонда ғана жауап беріп отыр. Оған дейін ойланбаған. Бұл жерде ең қиыны баламен де жұмыс істеу керек. Әке шешесімен де жұмыс істеу керек.
Өйткені проблеманың барлығы балада емес. Проблеманың барлығы ата-анасында. Сондықтан да ұбт-ға дайындаған кезде бірінші орында үлкендерді дайындау керек та. Әке шешесіне баланы жақсы оқи ма? Грантқа түссе енді керемет, грантқа түспесе өлтірмейсіздер ғой. Сондықтан да балаңызға мен саған сенем, сенде бәрі жақсы болады, тапсырсан тапсырасың, тапсырмасан жай ештеңе қылмайды дегендей әңгіме айтып отыратын болса, бұл жақсы болатын еді. Мектеп психологтары дайындайды. Бұл жерде айтып кету керек. Олар дайындайды. Бірақ олардың жұмыстарын үйде жоққа шығарып отырады. Жоққа шығарып жібереді. Оның үстіне бұл жерде айту керек та, ұбт-дан қорқатын балалар, негізінде қорқып, жаңағыдай күйзеліске түсетін балалар, негізінде жақсы оқитын балалар. Иә. Жаман оқитын балалар оны ойламайды. Тіпті ойламайды, жүре береді. Сондықтан да жақсы оқитын балалар. Енді біз сол жақсы оқитын баланы күйзеліске түсіргізіп, оны ауру қылып отырамыз да. Егерде ол бала жақсы оқитын болса, білмеймін, жақсы бал алама, жаман бал алама, грантқа түсе ма, түспей ма, бірақ ол жақсы оқитын бала ғой. Ол баланың өзегі бар ғой, мен деген. Ол бір жерден ол одан кейін ертеңгі күні ойып шығады ғой. Өзінің орнын табады. Сондай дәрежеге жеткізу үшін балаға тек қана қоршаған ортасынан, ата-анасынан, мұғалімдерден қолдау ғана керек. Егерде қазір біз сол балаларды қолдай бастасақ, негізінде міне қазір ұбт деп шулап жатыр. Қазір біз балаларды қолдап отыратын болатын болсақ, онда олар күйзеліске ұшырамайды. Менде бір мысал барда, жаңағы мектепте ол кезде психолог болып жұмыс істеп отырмын, жаңағы балалар тапсырып келді, и маған айтып жатыр, бәлен қыз жылап жатыр, апай, біз неғыламай жатырмыз деп та. Мен ойлаймын, неге ол қыз жылап жатыр, өйткені ол жақсы оқитын қыз да. Соны барып неғысам, мен жаман тапсырдым деп жылап отыр. Ол кезде 100 балл болатын, мысалы 100 балл болатын болса, ол қыз 95 ба, 96 ма балл алып отыр. Мен мынандай кездерде барған кезде, жаңағы пробный өткізген кезде, мен 98-99-дан төмен алмайтын, мен ылғи 100 аладым деп жылап отыр ғой. Енді мен үйге неге қайтып барам, мамамның көзіне қалай қараймын деді. Сөйтсе қасында екінші бала отырды. Ол жақсы оқитын бала, бірақ білмеймін неге екенін, сол жолы ол бала жаңағы өте төмен алып қалған да. Сөйтсе ол қасында отырып айтты, мен жыламай отырмын ғой дейді, мен проходной алған жоқпын дейді да. Сен неге жылап отырсың, сен 96 ғой, мынау қараш дейді да. Сөйтіп отыр. Сондықтан да бұл жерде қараңыздаршы, күйзеліске кім ұшырап отыр? Жақсы оқитын бала. Жақсы оқитын, өзі 90-нан асырып балл алып отырған қыз. 100 алмадым, 98 алмадым деп. Сондықтан да бұл жерде шынымен жаңағы айтып отырғаным, балалар күйзеліске ұшырамас үшін бірінші біз үлкендер өздерімізді түсуіміз керек, өздерімізге жауап беруіміз керек. Бізге кім керек? Аман есен жүрген баламыз керек па? Жоқ, жаңағы бал керек па? Сондықтан да жақсылап ойланып, мұғалімдер және ата-аналар өздеріне соған жауап беру керек те, балаларды қазір қолдау керек. Қорқыныш ештеңе жоқ, тапсырасын. Қанша алсан да білімін сенде. Өйткені жақсы оқитын балалар білімі өздерінде қалды ғой. Білмеймін, бір себептермен мүмкін балды дұрыс алмай қалды. Ол да мүмкін. Сондықтан да білімі өзінде қалған бала жақсы оқитын болса, ол жақсы оқиды, кейінгі күні де жақсы оқиды, ары қарай ұмтылып алып кетеді. Сондықтан да бәрі жақсы болады. Өте жақсы ұсыныстар айттыңыз. Енді қараңызшы, мектеп мұғалімдері үшін балалардың оқуға деген мотивациясын арттыру ол кішкене қиындық тудырады. Осы жағдайда қандай кеңестер берер едіңіз мұғалімдерге? Баланың мотивациясы өзі бірнеше саладан құралып отырады. Әсіресе орта буындағы балалардың
және бастауыш сыныптың буындағы балалардың мотивациясы көбінесе мұғалімдерге емес, әке-шешеге байланысты. Баланы әр жетістігін көріп, әр жетістігіне мақтап отыратын болса, баланың мотивациясы асып, жоғарылап отырады. Содан кейін мұғалімдерге жаңағы кеңес деп отырсыз ғой. Мұғалімдер баланың мотивациясын жоғарылату үшін бала алдында отырған бала қандай бала, онымен қалай сөйлесу керек, ол балаға не керек екенін түсіне отыру керек. Кейбір баланы ұрысқан кезде ол жақсы оқиды, кейбір баланы мақтаған кезде жақсы оқиды. Және ылғи психологтардың айтатын сөзі, баланы ешкіммен салыстырмау керек. Баланы өзімен ғана салыстыру керек. Сен кеше жақсы оқыдың, бүгін саған не болды дегендей. Бүгін сен керемет жауап бердің. Осылай ылғи жауап беріп отыратын болсаң, керемет болады деген. Бірақ бізде көбінесе біреумен салыстырады. Сендей бала ғой, жақсы оқиды. Неге ол оқып келді, сен оқи алмайсың дегендей салыстырып отырады. Онда кезде бала мотивациясы жоғарыламайды. Ол одан сайын оқығысы келмейді. Мен жаманмын ба? Жарайды, мен жаман-ақ болайын деген. Ортаңғы буын және жаңағы бастауыш сыныптардың балаларын алатын болсақ, жаңағы әке-шешесі мотивациясы дедім ғой. Олар оқыған кезде олардың санасында, бізде психологта сана бар, бейсана бар, да? Санасында бәрін түсініп отырғанмен, бейсанада олар оқыған кезде әке-шешесі үшін оқиды. Солардың көңілінен шығу үшін, солар мақтасын деп, солардың көңілі көтерілсін деп, мен керемет екенімді көрсін дегендей да, солар үшін оқиды. Егерде әке-шеше оған көңіл аудармаса, онда мотивация жоғалады. Мұғалім бұл жерде мотивация көтере алмайды. Сондықтан да бұл жерде баланың мотивациясын көтеру үшін мұғалімдерге айтатын кеңес, ол бірінші баланы түсіну керек, білу керек қандай екенін. Бұл жерде психологтар көмектеседі. Екінші, әке-шешесімен тығыз байланыста болу керек. Мен өзімнің үлкен қызым мектепте оқыған кезде, бір күні класс жетекші жақсы оқиды, бір күні класс жетекшісі маған хабарласып, жаңа айтты, Байда, үйде бәрі жақсы ма дейді. Иә, жақсы, не болды десем. Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Никаких изменений, ешқандай. Не болды десем. Білмеймін, бүгін қызыңызға не болғанын, бір сабаққа дайын емес, сіз бірақ ұрыспаңызшы. Дневнигінде 6 сабақ болса, 7 екілік тұр ғой. Өйткені жаңағы дисциплина оған да 2 қойған ғой. Өзі дейді, тыныш отыр десем, тыныш отырмайды дейді. Жаңа өзім бір қоярға жер таппағандай, бір сабаққа жауап бермейді. Ұрыспаңызшы дейді. Жарайды деп не алды. Мен айттым, мен сөйлесем әрине, жарайды деп. Содан кейін балам келгеннен кейін ол күні жаңағы үндемей отыр, бұдан кейін барып дневникке қол қою керек қой, әкешкі дневнигінде десем. Жаңа дневнигін әке ары тұр, бері тұр. Содан кейін ұрыспайсың ғой? Ұрыспаймын. Шынымен ұрыспайсың ғой? Ұрыспаймын. 3 болса да ұрыспайсың, не? Ұрыспаймын. 2 болса да ұрыспайсың. Ұрыспаймын. Сөзді алып алды да, содан кейін дневнигімді ашты, 2 ғой енді, бәрі қатыр. Жаңа қарап отырмын. Сен өзі керемет молодецсің ғой, деді. Мен семен жақсы оқығаннан кейін, мен саған не үшін керек, семен қалай сабақ оқыған кезде қалай оқытам деп мен басым қатып отыр. Енді мен білем, міне қазір енді екеуміз екіліктерді жоямыз, солай ғой. Мам, оны өзім-ақ жоям дейді. Сонымен ол маған сөз берді, 2 ұрыспаймын деп мен сөз бердім, 2-ні жоям деп ол сөз берді. Сонымен жаңағы екеуміз бір-бірімізге сөз бердік те, жаңағы өзара келісімге келіп, сонымен оның барлығы жабылды. Әрине бала ары қарай жақсы оқиды. Өйткені екілікті жоям деп мен ұрысқан жоқпын, уәдеде тұрдым. Мен уәдеде тұрсам, онда ол да уәдеде тұру керек. Үлгерімі төмен оқушылардың білім сапасын жоғарылату үшін не істеу керек? Бұл жерде үлгерімі төмен болған кезде, бізде мектепте біз баға қойған кезде салыстырма түрде қойылады, біледі, білмейді деген.
бұл жерде түсіну керек, үлгерімі төмен ол неге? Бала оқығысы келмесе, онда неге? Кейбірде баланың өзі жаңағы жетістігі сол болуы да мүмкін. Ондай балалар да бар. Сондықтан да бұл жерде қарап отыру керек. Неге үлгерімі төмен? Үлгерімі төмен, оны жаңағы талап қоя бермеуіміз керек та. Мысалы дейік, жаңағы жарыса келген кезде сіз менен тез жүгіресіз, мен қанша жаңағы өзіме талап қойған өзінде де мен сізді басып озып кете алмаймын. Сондықтан да маған қанша талап қойсаңыздар да мен сіз жаңағы 5 минутта жүгіретін жерді мен 20 минутта жететін шығармын. Сондықтан да мейлі мен үлгерім төмен бір 3 бағаға жауап бергеннің өзінде де, егерде мен кешегі күні мүмкіндігімді жасап сәл ғана асқанның өзінде де мұғалім мені мақтап баға қою керек. Сәл ғана көтеріп, мақтап отырып. Мейлі сол 3-тік болсын, бірақ бүгінгі сені дайындалып келгенің керемет, саған прям 3 емес, 3 плюс қойып берем бүгін дегенде. Сол кезде бала кішкене болса да көтеріледі. Және де бұл жерде айтып кететін. Мысалы, кейбір балалардың есте сақтау қабілеті төмен болады. Ол тақпақты жаттап бірден келіп айтып бере алмайды. Сондықтан да одан соншалықты тақпақты жатты деп талап қойып отыру негізінде дұрыс емес. Әрине ол баламен жеке жұмыс жасау керек, жеке бір жаңағы жоспар жасап отыру керек. Бұл жерде психологтың жұмысы күрделене түсу керек ол балалармен. Бірақ бұл жерде бала неге жаман оқиды? Ал енді баланың талпынысы жоқ, бірақ мүмкіндігі бар балалар болатын болса, онда неге жаман оқиды? Неге оқығысы келмейді? Осы жақында өзім көрген жоқпын, бірақ маған WhatsApp-пен жіберіпті. Бір жаңалықтарда жаңағы депутаттар айтып жатыр, мектепте психологтың санын көбейту керек деп. Көбірек болу керек психологтар. Мен оны тыңдаған кезде мысалы қуандым. Өйткені психологтар мектепте көбейетін болса, жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап солар береді. Өйткені неге бала жаман оқиды? Себебі неде? Егерде ол баланың шамасы жетпей жатса, онда жаңа коррекционный жұмыстар жасайды. Егерде ол баланың жаңа проблемасы күйзеліске ұшырап жүретін болса, онда онымен жұмыс жасайды. Бала босқа жаман оқымайды, ол себеп болады. Сондықтан да бұл жерде себебін анықтау керек. Да, мұғалімдер тек қана өзі ғана жұмыс істемей, психологтың көмегіне жүгіну керек, және ата-анамен де жұмыс жасау керек. Жақсы. Енді темперамент деген нәрсе бар ғой. Осы білім беруде мектеп мұғалімдері осы темпераментті қаншалықты ескергені дұрыс? Әрбір баланың жаңағы темпераментіне қарай әрекет ету мұғалім үшін ауыр болып кетпей ма? Бұл жағын қалай жасауға болады? Мұғалімдерге мысалы жоғарғы оқу орнында олар психологияны өтеді. Балалар психологиясында өтеді. Сондықтан да олар бұны жақсы біледі. Егерде бір жерде қиналып жатса, онда мектеп психологы бар. Бірақ бұл жерде сіздің қойып отырған сұрағыңызға мен сәл басқаша жауап берейін. Өйткені мұғалім баланың темпераментін қадағалап отырған мұғалім, ол жақсы мұғалім, бірақ көбінесе мұғалімдер өздерінің темпераментін қадағалай алмай қалады. Егерде мен жылдам қозғалып, менің темпераментім сондай бір тезірек жүретін болсам, жай жүретін бала мені кішкене ызаландырады. Иә. Мен өзімнің студенттеріме айтатын да, мысалы, психологтар ғой, экзамен тапсырып отырған кезде, сендер мұғалімді жақсы білулерің керексіңдер, өйткені сендер психологсыңдар дейді. Егерде мұғалім жаңағы тез сөйлейтін, тез қозғалатын, тез ойлайтын болатын болса, онда сенің де жауабың солай болу керек. Мейлі сенің жауабың 5-ке болып отырғанның өзінде де, сен керемет жақсы жауап беріп отырғанның өзінде де, егерде сен жай сөйлейтін болсан, ана мұғалім ызаланады. Сонда ол мұғалімнің ойны.
көп ойланды, қиналып отыр, көп ойланып отыр, жөнді білмейді, есіне әрен түсіріп отыр. Біреу бұған жаңағы көмектесіп те отырған шығар дегендей ойда отырады. Ол мұғалімнің кінәсі емес, ол психология солай, негізі солай. А егерде мұғалім жай басар болатын болса, тез сөйлеп, тез қозғалатын студент оның жынына тиіп отырады. Содан кейін бұл жауап қойып жатқан кезде тез жауап берсе, жаман дайындалған ана ұмытып қалмайын деп тез айтып жатыр дейді. Кішкене ғана ойланбай ма екен дегенді. Бұл жерде әрине мен жаңағы өзімнің студенттермен мұғалімдерді мысал келтіріп отырмын. Бұл мектепте де бар. Бар. Сондықтан да мұғалімдерге мен қазір кінә тартып, жоқ болмаса ондайды білу керек, ондайды білмейді деп айтамайын. Неге? Өйткені олар оны біледі. Олар оны оқытады. Бірақ бұл жерде кішкене мұғалімдер өздерін бақылау керек. Менің темпераментім қалай? Мен бұл жерде қалай неғып отырмын деп. Сондықтан да жаңағы бұл жерде де егерде өздері білмейтін болса, психологқа барып, мені де тесттен шығарып берші дегендей қылып айтып отыру керек. Ал баланың темпераменті негізінде бірінші сынып или орта буынға көшкен кезде, жаңағы жоғарғы буынға көшкен кезде психологтар кәдімгі тесттен өткізеді де типологиясын, темпераментін шығарып беріп отырады. Сондықтан да баланың темпераментін білу үшін мұғаліміміз бірінші өзі де біледі, екінші білмей жатса сол тестқа жаңағы барып психологтан көрсетіп берші, түсіндіріп берші дегендей сұраса да болады. Оның бәрін міндетті түрде психологтар түсіндіріп айтып береді. Оқушылардың арасында өкпешіл оқушылар болады. Көп жағдайда мектепте болған жағдайларын ренішін ата-аналарына да айтатын жағдайлар болады. Ол енді ата-аналар тарапынан мектепке деген, сынып жетекшіге деген көзқарасын қалыптастырады. Осы жағдайда қалай болу керек? Неге бала тез өпкелеп қалады, тез көтере алмай қалады. Бір сынсыз заттарды да, жаңағы күлкі болсын, жоқ болмаса сын болсын. Өйткені ол бала оған бейімделмеген. Қайтадан ата-анаға келеміз. Өйткені оны бейімдейтін ата-ана. Бізде осы жақында естідім, бір ата-аналар семинарында ол кішкентай балалардың аналары отыр. Сол кезде айтып жатырмын, жаңағыда балаға қатты айғайлауға болмайды, балаға қол жұмсауға болмайды, бірақ баланы шектеу қоя білу керек, баланы ұрса білу керек. Ұрысқан кезде жаңағы айғайлау емес, ұрысқан кезде сәл ғана дауысын қатайтып, қабағын қатайтып, жаңағы балаға кәдімгідей неге ренжігенін, неге қазір ашуланғанын, баланың несі дұрыс емес екенін ата-ана айту керек, және де оны қалай жөндеу керек екенін көрсету керек. Сонда бір ана айтады, мен балама ұрыспаймын, өйткені психологтар айтты, бала өзі біледі, ол өзі табиғи өзінің берілген заттары бар, сондықтан да мен балама еш уақытта ұрыспаймын, сіз дұрыс айтып жатқан жоқсыз дейді. Біз балаға ұрсуға болмайды дегенді ата-ана мүлде ұрыспау керек деп қабылдайды. Психологтар ұрсуға болмайды дегенде балаға қатты сөздер айтуға болмайды. Айғайлауға болмайды. Баланың намысына тиюге болмайды. Жеке тұлғаның намысына тиюге болмайды. Бірақ ұрысқан кезде маған мына жерде не ұнамайтын мен түсіндіріп айтып керек. Сен жындысың емес. Сені мына іс әрекетін мені жындандырып отыр. Мына айтылған сөзін, жоқ болмаса мына істеген ісін сенікі дұрыс емес. Бұлай жасауға болмайды. Оны бұлай жасау керек, бұлай айтылу керек деген ұрыс негізінде сол. Айғай емес. Сондықтан да бұл жерде соны айтылу керек. Енді жаңағы сіздің сұрағыңыз. Жаңағы маған айтқан ана, мен еш уақытта балама шектеу қоймаймын, мен еш уақытта балама ұрыспаймын деген ана.
сол бала өкпешіл болады. Өйткені оған түсіндірмеген. Мына жерде мынаны жасауға болмайды, мына жерде бүйтуге болмайды дегендей, да? Содан кейін барып, ол бала оны жасаған кезде бірден ренжіп, жаңағы іштей тынып, бірақ оған да қайтарамайды, өйткені ондайдан өтпеген. Соң үйге келеді де, анау маған сөйтті, мынау маған бүйтті, апай оған қараған жоқ дегендей, болмаса ағай оған үндеген жоқ деген әңгімелерді айтады. Содан кейін мәпелеп, еркелетіп өсірген бала ғой. Оған кім деді, не деді дегендей, ата-ана одан кейін барып мұғалімдермен жаңағы сөзге келісіп қалады. Бірақ бұл жерде тағы бір айтып кететін жағдай, ол да жаңағы мен айтып отырған жағдай, түбі сол жер, бірақ ренжіткен балаға да ренжітуге болмайды, шектен шығуға болмайды. Ана балағын жаңағы намысына тиюге болмайды, мынандай сөздерді айтуға болмайды дегенді де ата-ана үйретеді ғой. Оны әрине мұғалімдер айтады, айтпайды емес. Мұғалімдер айтады, бірақ ол қалыптасып келген бала ғой. Бағана бір сұрағыңызға жауап берген кезде айттым, 75% психикасы қалыптасып қойған. Әрине оны корректировкадан өткізуге болады. Мұғалімдер айтады. Бірақ мұғалім айтқан кезде, үйге келіп, мұғалім маған сөйтіп, ұрысты сөйтіп айтты деген кезде, ата-ана оны қабылдау керек. Неге ол саған үйтіп айтады? Ертең барып мен оның жанын шығарам емес. Ол бір себеппен айтқан шығар. Қандай себеп болды оны айту үшін? Содан кейін баласы айтқан кезде, мұғалім бұл жерде дұрыс айтты. Сенікі бұл жерде дұрыс емес. Сен соны қабылдауың керек. Дұрыс қой деп. Мұғалім дұрыс айтпаса да баланың көзінше дұрыс айтты болу керек. Содан кейін барып балаға айтпай, оны жария қылмай, барып мұғаліммен, класс жетекшімен сөйлесуге болады. Бірақ баланың көзінше сенің мұғалім дұрыс емес, сенікі дұрыс, мен ертең барам, мен ертең сөйтем, бүйтем деген әңгіме болмау керек баланың көзінше. Өйткені мұғалімнің беделін ата-ана көтеру керек. Өте дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Енді қазірна қашықтан оқыту жағдайында әрбір баланың қолында бір гаджет, бір планшет дейміз. Бұл үлкен бір қауіп деп айтсақ болады. Осыны қауіпті болдырмас үшін, осы тәуелділіктен арылту үшін қандай қадамдар жасалу керек? Қазір сіздің сұрағыңызда екі жауап бар. Біріншісі, ол жаңағы бағанадан біз айтылып жаңағы мына жерде сөйлесіп отырған әңгімеміз. Ата-ана балаға өте зейінін қойып қарап отыру керек. Бала не көрді, не қарады. Ол кішкентай кезінен. Қазір бала жыламасын дейді да, теледидарды қосады да, баланы теледидардың алдына отырғызып қояды да, ата-ана өзінің жұмыстарымен жұмыс істеп кетеді. Жыламаса болды. Бала теледидарға тәуелді болды. Ол не көріп жатыр, не болып жатыр, оны түсініп жатқан жоқ ата-ана. Білмейді де. Балаға не қалыптасты, оны да түсініп жатқан жоқ. Кейін ол бала теледидардан, интернеттен тәуелді болады. Ол тәуелділік болады. Мультфильм болсын, кино болсын, басқа бағдарлама болсын, ата-ана баламен бірге көру керекті, кішкентай кезінен. Содан кейін барып, оны сараптап әңгімелесу керек. Мына жері жаңағы геройдың мына жері дұрыс, мына жері дұрыс емес. Бас кейіпкердікі мынандай болды, мынандай, мына қолдауға болады, мынау негізінде дұрыс емес. Мейлі сол жерде бір жақсы жағын көрсеткен, мына жері жақсы, мына жері дұрыс емес дегендей, соны айтылып отыру керек. Сол кезде әке шешесі мынау дұрыс деген кезде, мынау дұрыс па, мен де сондай жасауым керек деген қалыптасады балада. Ой, мынау дұрыс емес деген кезде, бұл дұрыс емес, бұдан аулақ жүру керек. Соны қалыптастыру керек. Соны қалыптастырып, кішкентай кезінен баламен бірге қарайтын, көңіл аударып, зейін қойып отыратын ата-ананың балалары еш уақытта тәуелді болмайды, ештеңеден. Сондықтан да ол бірінші жауап. Екінші жауап, ол сіздің уже қазіргі тәуелді балалармен не жасауымыз керек.
қоршаған ортасына бейімдеп беру керек ата-ана да. Мысалы жаңағы спорт секциясы бола ма, жоқ басқа нелер бола ма, қызығушылық соларды біліп, соларға апарып, соны қолдап отыратын болса, онда олар неден тәуелділіктен шығады. Негізінде бәрібір неден болсын тәуелді да? Тәуелді адам, ол қандай, психикасы қандай адам? Ол өзінің өмірінде осы қоршаған ортада өзін тыңдайтын, көңіл бөлетін, зейін қойып оны түсінетін, қоршаған орта таппаған адам, онда оны интернеттен басқа жақтан іздейді. Темекі болсын, арақ болсын, нашақорлық болсын, сол жақтан іздейді. А егерде мына жақта бәрі жақсы болатын болса, оған интернет керек емес. Өйткені мына жақ бар. Мысалы, немерем бар, үйде мына онлайн болған кезде үйде ғой. Бәріміз шашадық. Очередьпен жасаймыз да. Оған мультик қосып қойып, мынаны көріп отыр деп отырғыза алмаймыз да. Өйткені кішкене көреді, очередь тастайды да, шахмат ойнайықшы, лото ойнайықшы, сен менімен жүгіріп кеш, сен ананы неғыш, тамақ жасасы, мен сендермен бірге тамақ жасаймын, жаңағы ата-анасы жұмыста отыр ғой, оларда көбі барып, неге сен онымен отырсын, болды, уақыт болды, өшірден талап қойып сөйтіп жатты, шаршап кеттік негізінде да. Бірақ бір меған өзіме психолог ретінде ұнаған заты, апа емес, мен апа ретінде шаршадым, психолог ретінде ұнаған заты, ол мультфильм, интернет, телевизорге тәуелді емес. Виртуалды әлем. Ол әлем оған керек емес. Оған тірі қасымда отырған адам керек та, бірге ойнасақ екен дейді. Сондықтан да бұл жерде негізінде ондай болмау үшін баланы кішкентай кезінен оны қарау керек. Қазіргі балалар уже тәуелді балалардан не жетіспейтінін түсіну керек. Одан кейін соны тауып беру керек. Ұл балаларға әкелері бірге бірдеңке жасап, жаңағыда жүр екеуміз қыдырып келейік, жүр екеуміз ананы жасайық, сен мынаны ұстап маған көмектесесің, туф, сен болмасаң осыны мен жасай алмайтын едім дегендей да, оның кішкене дәрежесін көтеріп, қолдап, бірақ бірге жасатқызып, бірге жүру керек. Анасы да бірге жасау керек, бірге не алу керек. Кейбірде мен көрем, 10-11-дегі балалар нан турай алмайды, картошка ашай алмайтын сондай бір жағдайда болады да. Отырады қарап. Онда әке-шешесі не жасады, ол баланы қай жақта өсірді, пробиркаға сап қойған сияқты. Сондықтан да кішкентай бала қасында болу керек. Өмір сүруге бейімдеу керек. Өмір сүруге бейімдеу керек, соны. Мен алғашқы жас кезімде, психология оқып жүрген кезімде бір мысал келтірейін. Кеңес өкіметінде ол бірақ интернат болды. Ресейде о жерде слепо, глухо, немой дейді. Көр алмайды, естімейді, сөйлемейтін балалар. Сондай балаларды сол жерге алып барып, сол жерде жаңағы үйретіп сөйтіп не алатын. Өте қиын. Сол кезде біз барып соны жаңа практикада барып соны көріп не жатқан кезде бір жаңағы тәрбиеші айтып отыр, баланы көрсетіп. Мына бала дейді Қазақстаннан келді дейді. Мен елең ете қалдым. Келген кезде өте жақсы бейімделіп келген дейді. Тез үйренді дейді. Тез алып кетті дейді. Сонда жаңағы айтып отырған кезде, жаңағы биографиясын несін оқимыз ғой, историяларын. Сол кезде айтып оқыған кезде жаңағы Чабанның баласы екен, малшының. Шешесінің қасында болған, шешесі айтқан, сұраған кезде айтқан екен. Ойбай, оған қарап отыратын, менде уақыт жоқ қой, күйеуім малмен жүр, мен бәрі мынаны жасауым керек, анау мынау да суды бәленбай жерден алып келем дегендей да. Сонымен баланы етегінен ұстатқызғанда бірге жүре берген ғой. Сонда бала анасымен бірге жүріп, анасы не жасап жатыр, бәрін ұстап көрген.
Сонда бәрін ұстап көрген, дәмін татып көрген, не екенін түсінген да, сол кезде ол баланың психикасы дамып келген, және ол баланы тез үйреткен да. Сондықтан да біздің ата-анаға біз кейбірде 12 мүшесі түгел баланы мүгедек қоямыз ғой. Ананы жасатқызбаймыз, мынаны ойбай жасама, ойбай тиме, ойбай жолама деп. Сондықтан да бала еңбектеп или жүре бастады ма, жоқ болмаса даже мейлі емшектегі бала жатыр ма, ата-ана қасына әкеп қойып, не жасап жатқанын айтып отырып жасау керек та. Айналайын балапаным, сен маған қазір көмектесесің, маман тамақ жасап жатыр, қазір әкең жұмыстан келеді, мына картошка ашып жатырмын, сөйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын. Бала оны толық түсінбесе де, бірақ оны көріп, анасын айтып жатқан сөздерін қабылдап алып, кейін сонда соны тез түсінеді. Сонда мейлі одан кейін кішкене өскеннен кейін баланы отырыс қойып, картошка ашысы алып бер дейді, бала картошка алып береді, мамасы аршиды, мә дейді, оны бала алып салады. Сол да көмек, менің көмекшім дейді, бала үйренді. Тазаланбаған картошканы көрді, тазаланған картошканы көрді, бәрін көрді, анасы не жасап жатқанын көріп, содан үйренді. Сондықтан да біз баланы кішкентай кезінен үйретуіміз керек, кішкентай кезінен бейімдеуіміз керек. Сонда бала тәуелді болмайды ештеңеден. Өйткені анасының қасында жүр, әкесінің қасында жүр. Оған уақыт жоқ тәуелді болуға, интернетте отыруға, жоқ басқа неге. Және де көрген затын, естіген затын баланың әке-шешесі түсіндіріп беріп отыру керек. Несі дұрыс емес. Мынау жақсы, мынау жаманды әке-шеше түсіндіреді. Керемет. Зубайда ханым, шынымен де тек қана мұғалімдер үшін емес, ата-аналар үшін де құнды кеңестеріңізбен бөлістіңіз. Мен соңғы бір айтып кетейін. Әрине көбінесе бұл бағдарламаны ұстаздар көреді. Біз қазір айтып жатқан кезде мен көбінесе ата-ана деп кеттім. Ертеңгі күні ұстаздар ата-анаға сіздердің міндеттеріңіз деп оларға ысырып қойып емес. Мұғалім, қазіргі кездегі мұғалім, бұрынғы кезде де сондай болатын. Мұғалім тек балаға ғана мұғалім емес, ата-анаға да мұғалім болу керек. Сондықтан да ұстаздар осының бәрін естіп отыратын болса, ертеңгі күні әдемілеп отырып, осыны ата-анаға жеткізу керек. Сіздің міндетіңіз емес, бейтіп жасасаңыз дұрыс болатын еді. Өзінің тарапынан да айтса болады. Егерде кішкене көтермесе, өткенде психологты тыңдап, психологтарға сұрақ қойған кезімізде өйстіп айтып еді, осылай дұрыс болатын сияқты, өйстіп жасап көрсеңіздер қалай болады екен дегенде қып, ата-ананы үйрету керек. Керемет. Шынымен де біздің ұстаздарымыз дәл осылай жасайды деген сенімдеміз. Сұхбатыңызға үлкен рахмет, мәнді, мазмұнды әңгіме болды. Шақырғандарыңызға рахмет. Рахмет.